Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз математика пәнінен 745-ші есепті шығаратын боламыз. Біз бұл жерде осы мәндердің ондық бөлшек түрінде жазуымыз керек. Осы міне 14,20-дан 3, 3,2-ден 1 және 60,5-тен 4. Онда жазып көрейік. Бізде біріншісі 14,20-дан 3. 100 бізде 20-ға бөлінеді, сондықтан 5-ке көбейтеміз. Сонда 14,115. Енді оны ондық бөлшек түрінде жазсақ, 14,115 болады. 14,15. Келесі 3,2-ден 1. Оны 5-ке көбейтеміз, өйткені 10 2-ге бөлінеді. Сонда 3,5 болады. Оны ондық бөлшек түрінде жазсақ, 3,5. Яғни 3,5. Енді үшіншісі, ең соңғысы 60,5-тен 4, оны 2-ге көбейтеміз, өйткені 10 5-ге бөлінеді. Сонда 60,8 болады. Ондық бөлшек түрінде жазсақ, 60,8, яғни 60,8. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.